Kaymak, bul, sıyır, koy, eşki mallarının sütünden alınатын önüm. Yağni kürdeli kuramda may. Sütte pişirgenden keyin onun betinde payda bolatın kabırçak kaymak dep ataladı. Bunu kazak bär biledi. Ökpege soğuk degende kökürek perdes kabınganda kömekçi däri retinde paylanıladı. Ekinci, kaymakka nemese kilegeyge çekerdi molrak kosup jese nesepti aydaydı. Üçüncü, qara qoturga kabırçaktанған temir etkiге kaymaktın emisi kilegeydi jaksa qoturdu bosatıp auzunu aşadı. Qaytalay jaksa jaranın betinde kilegey qabat payda bolup mikrop түсүүден saqtaydı. Төртінші, kaymak kilegeylerde bal, muzqantpen qosup jese şektin quruldaun және şisigin qaytarады. Beşinci, otqa nemесе qaynagan suga kүйген kүйіктің betine kilegey jaksa jara tez жазылады. Altıncı, ақ жүректі talqandап kaymakka aralastırıp геморройга jaksa mаңайына çıkkan börtkönlerini жоғалтады. Жетінші, tavuk soqırmen ауырғанда kaymak nemесе kilegeyde күніне 80-100 gramdan jep otursa көздің көру қабілеті артады. Kilegeydin kuramında may, belok, laktoza, kaliy, kalsiy, fosfor, vitamin A, B2, S, D'lar бар. Eskertu, kaymakpen kilegeydi mölçerden tыс үнемі жесе адамның тамаққа тәбеті төмендеп кетеді. Тіпті іш өтеді. Қарағай чекілдеуік өсіп шығатын ағашты бал қарағай деп атайды. Ол қызыл қарағаймен самырсынға қарағанда аласалау бұтақтары ретсіздеу болады. Қылқан жапырағы қарағайдың жапырағына ұқсас келеді. Басында өсетін жемісінің үлкендігі жұдырықтай бүршігінің ішіне тізіліп орналасады. Тамыз қыркүйек айларында pişken kezinde çekirdeğin қағып алады. Тұқымының сырты қызыл күрең, дәні ақ болады. Дәмі тәтті, майлы жегенде бал татиды. Бал қарағай Алтай тауларында көп кезігеді. Ем болатын аурулары тамаққа тәбетті арттырады, жүректің қызметін күшейтеді, жыныстық қуатты арттырады, асқазан, бүйрек, бауырдың қызметін күшейтеді, организмдегі бөгеттерді ашады, жасалу мөлшері жағдайға байланысты болады. Қарағай чекілдеуіктің құрамында май, белок тәрізді заттар мол болады. Қайың тоз қайың ағашының қабығы. Мұның да дәрілік қасиеті бар. Бірінші, шектің жедел қабынуына қайыңның белгілі мөлшердегі қабығын 12 грамм суға қайнатып ішеді. Екінші, омырау безінің және тамақтың жедел қабынуына, өкпенің қабынуына чиқанға 250 грамм қайың қабығын 1 литр суға қайнатып 500 грамм мөлшерінде қалғанда мөлшерлеп шекер салатта 25 миллилитрден күніне 2 рет ішеді. Үшінші, кеңірдекшелердің созылмалы қабынуына 30 грамм қайың қабығын белгілі мөлшердегі суға қайнатып, суды 2-ге бөліп ішеді. Емдеу мерзімі 10 күн. Бірінші емдеу мерзімінде нәтижесі шамалы болса, екінші емдеу мерзімін жүргізу керек. Кейбір адамдардың аузы құрғап, жүректері айниды. Қарабас шөп көп жылдық çöptектес өсімдік. Биіктігі 30 сантиметр, өн бойында жіңішке ақ түкшелері болады. Сабағы бұтақсыз, 4 қырлы келеді. Жапырақтары қарама қарсы орналасады. Сопақшалау, бүтін жиекті немесе болымсыз ара тісті болады. Гүлі қос ерім формалы, қара көк түсті келеді. Гүлі сабақ ұшында дөңгелене орналасып, жаймасақ гүл çoğurun құрайды. Гүл çoğurunun түбін бір түп жапырақ тәрізді гүл оранышы орап тұрады. Бас гүл оранышының ұзын түктері болады. Қарабас шөп тау етегіндегі дымқыл жерлерде өседі. Тянь-Шань Алтай тауларында көп кездеседі. Қарабас шөптің гүл çoğuru ауруға ем. Жарма гүл масағы сола бастағанда үзіп алып кептіреді. Çöбінен түгелдей дәрі жасалады. Қарабас шөп кермек дәмді уысыз болады. Бірінші, ем болатын ауруlarının айта кетейік. Бірінші, көз қарауытып бас айналғанда 60 грамм қарабас шөпті 15 грамм мұзқантқа қосып қайнаған суға бұқтырады. Әбден бұқтырып болған соң тамақтың артынан ішеді. Екінші, қызылшаның алдын алу үшін 60 грамм қарабас шөпті суға қайнатып күніне 1 реттен 3 күн бойы ішеді. Үшінші, тұйықсыз болған баспаға 60-90 грамм қарабас шөпті суға қайнатып ішеді. Төртінші, жоғары қан қысымына, бас ауруға
30 gram karabas çöptü, 15 gram alakat cemisin, 4-5 gram çaşagülді, 15 gram çiki oymakgülді aralastırıp suğa kaynatıp işedi. 5. retsept göz kızarıp ağırganda 24 gram karabas çöptü, 9 gram çegir tikendi, 4,5 gram жалбызды aralastırıp suğa kaynatıp işedi. 6. Tışkan korkka, limfa tüberkülözüne yağni. Tışkan kork dep limfa tüberkülözünü aytады eken Kazaklar. 75 gram karabas çöptü, 9 gram ağjüröktü, 9 gram jauqazındı aralastırıp suğa kaynatıp işedi. Ökpö tüberkülözümen ağırganda karabas çöpke 2,5 litr su kosup kaynatıp samasın süzüp taslagan soň jarty litr kalgança kaynatıp oğan ak şekerden belgili mölçerde kosup 2 millilitrden gününe 3 ret işedi. Paydalanуу mölçeri 9'da 15 gram. Karabas çöptün kuramında jumsartkıç zat, kermek demdi zat, ağaç mayı tektes zat, şupa may var. 40 buğun. Bul köp jıldık çöp tektes ösümdük. Biyiktigi 30'da 80 cm. Sabağı tek çoktalı ösedi. Butaksız buğundu. Kuğus özöktü keledi. Buğundarındağı döngüleni ornaşkan kabırçak därizde japırağı sabakka jabısıp duradı. Sabak uşundağı kırvar börçükte masak bası üşkürlenip bitetde küreňitip görünedi. 40 buğun tağ böktörlerinin çöptü jerlerinde, orman jeklerinde, özön jagasındağı sızlı jerlerde ösedi. 40 buğunun jer üstü bölügü däri boladı. Жазda jana küzde jinap alıp tuğrap keptiredi. Dämi tätti azlap kermekte usuz boladı. 1. Köz perdelenip jasakkanda 30 gram 40 buğunnu maydalap talkanda oğan belgili mölçerde koydun bağırынан kosup balçık däri jasaytda taňerteň jana keşke 6 gramdan işedi. 2. Kan aralası şötkünde 15 gram 40 buğundu suğa kaynatıp gününe 2 ret jılıda işedi. 3. Köten işek aynalganda 40 buğundan tiisti mölçerde alıp örtep külün usaktap aylançıkka sebedi. 4. Orulup soğulup saldarının az kortuğu jüyelerinin jatırdan kan çıkkanda 40 buğun, gül buğun jana beyziden belgili mölçerde alıp jeke talkandap elekten ötküzüp barlığın kosup aralastırıp bul därini denege jagadı. Äri şugede boladı. Denege jagı uşun däkige untaktap därilep salıp kan çıkkan orunda orap baylaydı. 2 gramdan gününe 4-6 sagatta bir ret işedi. 5. Bağırdın kabuğuna saravuru 30 gram keptirilgen 40 buğundu suğa kaynatıp gününe 2 ret işedi. 6. Köz müyüz perdesi kabınganda jel tiyip közden jasakkanda 9 gram 40 buğundu, 9 gram çaşagülді, 6 gram kızıl çuğunuklu suğa kaynatıp işedi. 7. 40 buğunun belgili mölçerin kaynatıp süyöldü juwadı, nemesi taňyp koyadı. Paydalanуу mölçeri 5'te 9 gram. 40 buğunun kuramında belok, mineraldy tuzlar, kalsiy, temir siyaktılar var. Kara kumurska turkunun uzunluğu 13 mm. Çıltır kara tüstü, bası 3 buruştaw boladı. Töbesinde yemek gelgen jup müýüzi var. Ağzı ülkün, kevdesi zor boladı. Karın jağı 5 buğunaklı geledi. Kevdesinde katlaw kara tükleri boladı. Erkegi ülkün urgaçsı kişilew geledi. Özün jagalarında çappalı jerde orman içinde ilew salıp toplasıp mekedeydi. Kara kumurska ulu boladı. 1. Ayakka jara çıkkanda keptirilgen kara kumurskany talkandap jaranın ağzına taňady. 2. Ziyandı jandikler çakkanda sikti uwutty kaytary uşun kara kumurskamen kärgiz kurtun sabağının özögünde bolatın kurttu. Kosup talkandap suğa ezip singen jerge jaralangan jerge jagadı, nemesi taňady. Osulaça bir neçe ret kaytılasa jara жазылып ketedi. 3. Balaların alkın bezinin jukpalı siniwine nemesi baskala isiklerge gün çuğudan burun kumurskaның ilewinen belgili mölçerde alıp suğa çımırlatıp kaynatadı. Su äbden suğan kezde ilewdi çüperekке orap singen orunga taňady. Yani kumurskaның ilewde däri bolady eken. Kara çegirtke köbeyi gözünde jıraşıklarda, üylerinin buruşlarında, duvallarının ergesinde üyülgön kirpiç taslarının arasında bekendeydi. Tünde toptasıp köşüp jüredi.
Denesi жылтыр жылдам секіріп ұшады. Қыркүйек қазан айларында ұстап алып суға салып өлтіргеннен кейін кептіріп сақтайды. Қара шегіртке улы болады. Қуық тұтылып десеп келмегенде қара шегірткенің біреуін суға қайнатып ішеді. Екінші, зақымдану салдарынан қуық тұтылғанда қара шегірткенің біреуін ұнтақтап қайнаған сумен ішеді. Үшінші, қарттардың қуығы тұтылғанда 4 қара шегірткені, бұзаубас шаян мен қызыл мияны әрқайсынан 3 грамнан суға қайнатып, жылыдай 3-ке бөліп ішеді. Төртінші, балалар шыжыңына кептірілген қара шегірткені талқандап, қайнаған сумен бірнеше рет ішеді. 10 данасын ішу керек. Бесінші, белсіздікке қара шегірткемен инелікті және иттің чабағын белгілі мөлшерде қосып талқандап арақпен ішеді. Пайдалану мөлшері 4-6 грамм. Қарлығаш шөп, сүмелек деп те аталады. Бұл да көп жылдық шөп тектес өсімдік. Биіктігі 30-125 сантиметрге дейін болады. Өн бойында қысқа түтіктері болады. Тамыры сарғыш, қоңыр түсті, кермек дәмді келеді. Сабағы тік, жоғары жағы бұтақты немесе дара өседі. Саусақ айрықты жапырақтары кезектесіп орналасқан. Жапырақшалары кетік, шекті болады. Шашагүл шоғырлы қимық жемісі бар. Орманды тау етегінде, тау беткейлерінің ылғалды жерінде өседі. Қарлығаш шөп түгелдей дәрі болады. Жаз бен күз айларында жинап алып кептіретте турап жасайды. Бірінші, желғұздан дене ауырғанда, асқазан ауырғанда және баланың құрыспа ауруына қарлығаш шөпті талқандап 0,6 грамнан арақпен ішеді. Жығылып жарақаттанып ауырғанда қарлығаш шөптің жас тамырын араққа чылап ауырған жерге жағады. Битті өлтіру үшін белгілі мөлшерде қарлығаш шөпті суға қайнатып суымен киімдерді жуады. Төртінші, тіс ауырғанда 3-4 грамм қарлығаш шөпті суға қайнатып суымен ауызды шайқайды. Жұтуға болмайды. Пайдалану мөлшері 0,6-дан 0,9 грамм. Қарлығаш шөптің құрамында қарлығаш шөп сілтісі бар. Ескерту: қарлығаш шөптен уланғанда жас бұршақ, ас, көк, жемжемілден белгілі мөлшерді алып қайнатып, қара шегіртке қосып ішеді. Дені сау сиырдың шикі сүтін ішсе де болады. Қасқыр жем: ет жеңді, тік өсетін көп жылдық өсімдік. Биіктігі 10-25 сантиметр. Түп жағындағы жапырақтары ұзын, дөңгелектеу келеді, қабатталып дөңгелене өседі. Жұмырлау шашагүлі шоғырлы, гүлі солғын түсті немесе солғын сары түсті болады. Таудың тасты беткейлерінде өседі. Бүкіл Шыңжаңға таралған. Қасқыр жемнің жер үсті бөлігінен дәрі жасалады. Жаз бен күзде жинайтта топырағынан арылтып қайнап тұрған суға бір рет батырып алып кептіреді, дәріге сақтап қояды. Қышқыл дәмді, азырақ улы келеді. Ем болатын аурулары қанды тияды және күшейтеді. Жарақаттың аузын қуырып сауығуына пайдалы болады. Бірінші, мұрыннан аққан қанды тоқтату үшін 500 грамм жас қасқыр жемді жуып тазалап жаншып нілін алады. Оған 15 грамм шекер қосып араластырып, ыдысқа салып кептірсе қатты денеге айналады. Осыны 1,5-3 граммнан 2 рет қайнаған сумен ішеді. Ащы, қышқыл, тітіркендіретін заттар жеуге болмайды. Екінші, қан аралас шөткенде 240 грамм қасқыр жемге аздап арақ қосып жаншиды. 15 грамм чұғынықты, 15 грамм өңделген жемжемілді суға қайнатып, аш қарында ішеді. Үшінші, бауырдың шұғыл қамынуына 60 грамм қасқыр жем мен 30 грамм арпа өркенін суға қайнатып ішеді. Төртінші, балалардың шошыма ауруына 15-18 грамм қасқыр жемді суға қайнатып ішеді. Бесінші, несеп лайланып келгенде қасқыр жемді суға қайнатып ақшекер қосып ішеді. Алтыншы, кептірілген қасқыр жем шөбін өртеп, күлін алып өсімдік майын араластырып
denede qışıma börtkönge жақсы ауырғанды басып, қышығанды тоқтатады. 7. Ұзаққа созылған чиқан сыздауыққа қасқыр жемнен белгілі мөлшерде алып, азырақ ас тұзын қосып, жаншып, дайындалған дәріні жараның бетіне күніне 1-2 рет жағады. 8. Езуге ауыздық шыққанда қасқыр жемжемілден белгілі мөлшерде алып, азырақ тұз қосып, жаншып жағады. 9. Отқа қайнаған суға күйген күйікке қасқыр жеммен аршаның жас бүрін қосып жаншып, жараға таңады, немесе кептіріп, ұнтақтап жараға себеді. 10. Тістің еті ісініп ауырғанда қасқыр жеммен ашутастан тең мөлшерде алып суға қайнатып, ауызды шайқайды. Пайдалану мөлшері 15-30 грамм.